шараға. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қонақтар. 2011 жылы 6 шілдеде еліміз нағыз патриоттарымыз еңбек құмар, білімге құштар, салт-дәстүріміз бен адамзаттық құндылықтарымызды қастерлей жас жеткіншектерді мұндай сүйгіш ұландарды тәрбиелеу мақсатында республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы құрылған болатын. Республикалық жас ұлан ұйымынан қабылданатын оқушыларға қатысқан балалар Асанбаев Әсел, Мауленова Сабина, Талғат Сырым, Мұнайдарова Ясмина, Раскелдина Жанель, Айрақызы Айзере, Идрисова Айру, Асеров Айрахан, Дарбеков Мақтар. Алимова Базар, Асанбаев Әсел, Мауленова Сабина, Талғат Сырым, Мұнайдарова Ясмина, Раскелдина Жанель, Айрақызы Айзере, Идрисова Айру, Асеров Айрахан, Дарбеков Мақтар. Мектеп үздіктері мен белгілер жас ұлан ұйымының қатарына қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынды ашық түрде жариялаймыз. Жаслар ұйымының туы кіргізілсін. Жаслар ұйымының қатарына қабылдау рәсіміне көше отыра, алдымен ұйымның мақсат, мүдде, ережелерін таныстыра рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының туының түсінде галстук тағу керек. Және республикамыздың мемлекеттік нышандарын құрметтеп, мемлекеттік әнұранды жатқа айту қажет. Өзіміз тұрмыста қоғамдық өмірде сыпайы, қарапайым мінезде ұстау. Қазақ тілін еркін меңгеріп, елдің тарихын, мәдениетін, әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін жақсы білу, дамыта түсу, сақтау үшін еңбектенетін болады. Жас ұлан ұйымының мүшесі оқуда, еңбекте және спортта өжетте қайсар. Біз жас ұлан! Ұранымыз! Біздің барлық ойымыз, істеріміз, егеменді еліміздің болашағы үшін. Қабылдауға жас ұландар дайын. Құрметті мектеп әкімшілігі және ардақты ұстаздар, сіздерді жас ұлан ұйымына қабылданған оқушыларға ынтымыз көстес көпірдің дауысын және төс белгілер. Сақылуға ұмтылып, құлымаған құқынан, кейлі қымбат жұтынан, дейін қазақтың ұлымын. Шуан түкен қаланың шұғыласынан шығып, мейлі сақылмас, мейлі қымбат анамнан, дейін қазақтың ұлымын. Ант тапсыру рәсімін жас ұлан ұйымы қатарына қабылданушы оқушыларға Раскелдина Жанель, республикалық бірыңғай жас ұлан мен жас қыран балалар мен жас өспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, туған елім, өз отаным Қазақстан Республикасының патриотты болуға, туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, білімге
табиғатты аялауға, жас ұлан ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарынан талап етуге ант етеміз. Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, және міне бүгінгі біздің себепкерлер, ол жас ұлан қатарына сіздер бүгін ант беріп, қатарына кіріп отырсыздар. Сондықтан шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Қошеметтеп қоюға болады сіздерді. Қошемет көрсетіп. Енді сіздер жаңа ант бердіңіздер, қарап отырсам сіздер барлықтарыңыз жақсы оқитын оқушыларсыздар. Белсенді оқу осы біздің мектеп өміріне, сынып өміріне белсенді қатысасыздар. Сондықтан сіздерді тек қана ертең биіктен көретін болайық. Соған біз барлығымыз тілектеспіз. Сонымен қатар сіздердің рұқсатыңызбен жас ұлан ұйымына ұлан басы 2021 деген куәлікті Қадырбекова Дильназға табыс етуге рұқсат етіңіздер. Тілегіміз алтын белгіге үміткер, сондықтан құтты болсын осы куәлік, тек қана биіктен көрінеді дейді. Сәттілік саған. Құрметті оқушылар, ұстаздар, біздің тәуелсіздік күні мерекесі құтты болсын баршаңызға. Отбасымыздан тек қана бейбітшілік болсын, осындай біздің керемет балалар көп болсын біздің Қазақстанымызда. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Біз оғанын, қазақ елінің, жыламай жерін, сүйіп оғанын, әке жолын, ана берімін, қорғаш иман қасиетін. Жас ұлан қалыспа, қырандай қарышта, еліміздің абыройын асқақтатты әлемге, жұмыстайық қайдағы. Көпірінде ұмтыламыз, өнердің сағымға, еңбегімізбен армиямыз, жетелейді бізді алға. Құрметті оқушылар, жас ұлан ұйымына қабылдануыңызбен құттықтаймыз. Егеменді еліміздің еңселі азаматтары болуыңызға тілектеспіз. Мектеп тік тұр. Жас ұлан ұйымының туы шығарылсын. Республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарлық салтанатты қабылдау рәсімі өз мәресіне жетті. Салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз.